Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Есімім Асылай. Бүгін сіздермен өте дәмді, жесең аузыңда еритін картошка пирожныйын жасайтын боламыз. Дайындалу жолы өте оңай, пеште пісірудің де қажеті жоқ. Менімен бірге дайындап көріңіздер, сіздерде де керемет шығатынына сенімдімін. Ал онда бастаймыз. Бізге ең бірінші печенье қажет. Печеньені қандай түрін алсаңыздар да өздеріңіздің қалауларыңыз. Печеньені майдалап үгітеміз. Қандай құралмен жасайсыз, ол өзіңіздің қалауыңыз. Міне осындай болып шығу керек. Басқа ыдысымызға сары майымызды саламыз, үстіне какао саламыз және сгущенка саламыз. Сгущенканы сәл қыздырып алсаңыздар болады. Қоспаны араластырып алсаңыздар болады, немесе араластырмай үстіне печеньені сала берсеңіздер де болады. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Бізде бір келкі қоспа шығуы қажет. Міне осындай қоспа шығу керек, өте жұмсақ, иісі керемет. Енді осыны қолдың көмегімен шарик тәрізді етіп дөңгелетеміз. Бір тегіс болуы маңызды. Барлығын осылай жасап шығамыз. Міне осындай дөп-дөңгелек болуы қажет. Қоспалардың мөлшерін описаниеге жазып қойдым. Мінекей қараңыздар, осындай керемет болып шығады. Енді осыны бетін жауып тоңазытқышқа қоямыз. Осы уақытта әсемдеу үшін кремін жасаймыз. Ол үшін бізге 4 қасық қаймақ қажет. Қаймағымызды салып, қою ету үшін біз осындай загустительді саламыз. Загустительдің бір пачкасын салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Қою болғанына мән береміз. Мінекей осындай қоюлықта шығу қажет. Енді үстіне сахарный пудрамызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Енді осы кремімізбен картошкаларымызды өзіміздің қалауымызша әсемдеп шығамыз. Картошкаларымыз өте дәмді болып шығады. Қонақтарыңыздың алдына қойсаңыздар да ұялмайсыздар. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай сәндейміз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар қуанамын. Басқа да видеоларымды тамашалаңыздар. Ас болсын!